Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadullah Rabbil alamin. Ve salli salatan ve salaman alal habibil amin. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve alihi ve sahbihi ve sellim. Assalamu alaikum hurmetli bауырлар. Мынау шырайлы Мәдинаның түнінде, құрма бақтарының бірінде осы қажы бауырларымызбен кездесіп сұхбаттасқалы жатырмыз. Алла тағала пайдалы білім берсін. Мынау жаңа айтқанымдай, көп адам біле бермейтін бір нәзік мәселе ғой, бұл да бір айтылайын деп тұрған нәрсе. Қазір көп адам біле бермейді, білсе де бейжай қарайды, оны бұл нәрсе деп ойламайды деген сияқты ғой. Бұлайынша айтқанда ешкімнің басына кіріп шықпайды бұл нәрсе, мысалға. Өйткені бұны істемейтін адам жоқ қой. Көрдіңіз ба? Бұны істемейтін адам жоқ. Ол не? Адам істемейтін адам жоқ деген сөз, ол не деген сөз? Қателесу, күнәласу. Көрдіңіз ба? Кез келген адам пайғамбардан кейін болды қателеседі, күнә істеп қояды. Бірақ солардың ішіндегі ең жақсысы қайтадан Раббысына қайтып тәубе қылушы. Алла тағала пендесі тәубе қылудан жалықпайды екен, Алла тағала кешіруден жалықпайды ешқашан. Хасан Басридің сөзінде айтады ғой, сенің ойыңа егер бір күнәні істедің, қайтадан істедің, оны қайтадан істедің, қателесіп қалдың, тағы бір күні ойладың дейді, мынау ұят болды ғой, Алладан қайта тәубе деген ой келе бастаса біле бер дейді. Ол шайтаннан екен дейді. Өйткені шайтан сенің тәубе қылуыңды қаламайды дейді. Пенделердің барлығын тәубесіз Раббысына жібергісі келеді дейді шайтан. Тіпті өмірден өткенше оны азғырады дейді. Ең соңғы демге дейін шайтан азғырады дейді хабарларда осылай. Сондықтан мынау қателеспейтін адам жоқ, пенде жоқ. Бірақ бауырлар мынаны білу керек екен. Енді бәрімізде қате бар, бәрімізде айып бар. Алла тағала Құран кәрімде айтады: Ауду биллахи минаш шайтанир раджим. Мен жаа бил хасанати фалаху ашру амсалиха. Кім Раббысының құзырына бір жақсылықпен келсе, ол 10 есе алады дейді. Бір жақсылық 10 есе. Ва мен жаа бис саййати фала юджза илля мислаха. Ал кім жамандық істесе, оған қосылады деп атқан жоқ. Тек сол нәрсесі ғана, сол жамандығы ғана беріледі дейді. Ар жағында аяттың айтады: Ва хум ла юзламун. Оларға ешқандай әділетсіздік жасалынбайды дейді Алла тағала. Демек, сауап істесек 10 есе. Біздің пайғамбардың үмметіне берген Алланың сыйлығы бұл. Күнә істесек, сол күнәнің өзі ғана жазылып. Ал егер тәубе қылсаң, ол өшіріледі. Сауап мәңгілікке қалады. Енді қараңыз, мынадай нәрсе ғой. Осы аяттың төңірегінде имам Абу Лайс ас-Самарқанди, мен жақсы көретін ғалымым, жиі айтам ғой бұны, имам Абу Лайс ас-Самарқанди. Ілімі қабыл етілген үмметтің ғалымы ғой. Сол кісі осы аяттың төңірегінде былай деп айтқан екен: алайда бір жамандық істеген кісіге 10 нұқсан айып бар дейді. Дұрыс дейді. Жамандыққа жамандық сол кейпінде ғана беріледі, бірақ бір жамандықтың берілетін бәрібір 10 несі бар дейді. Айыбы бар. Бағана бір жақсылыққа берілетін 10 есе сияқты дейді. Көрдіңіз бе? Бір күнә істейсің, артында неше? 10 жамандығы бар дейді. Ойлайсың ба осыны? Ойламайсың. Тек күнә ғой деп ойлайсың, болды. Ол күнәні істеген кезде адам, кешеде айтылып отыр ғой Абылай ұстаздың несінде. Адам бір күнәні істеген кезде дейді, сол кезде кайф алады дейді. Кейінгі істеген күнәлары бар ғой, ол сол кайфты іздеумен өтеді дейді, болды. Сол ләззатты іздеумен өтеді дейді. Кейінгілерінде алмайды ол дейді. Просто алғашқы ләззаттың дәмінде соны іздеумен өтеді дейді. Көрдіңіздер ме? Сондықтан қазақта да өлең жолдарында келеді: күнәні күліп істесең, тозаққа жылап кіресің дейді. Ғапылдыққа түспесең, есептің барын білесің дейді. Дүние атақ, тәж бен тақ барлығы мұздан құрылған дейді. Ар жағын ұмытып қалдым деген сияқты ғой енді. Осылай бір кете береді, бір өлең жолдарында келеді. Сонда қараңыздар, енді мына жерде былай деп айтады. Біріншісінен бастайық. Жаңағы ненің 10 нәрсенің біріншісін қараңыздар. Мына ойланбаппыз да, бейдейді әуәлуха. Егер де адам бір күнә істесе, онда өзін жаратқанды, жоқтан бар еткенді ашуландырады дейді. Өйткені ол одан қайтарған еді дейді. Адам бір күнәні істеп атқан кезде кімнің ашуы түсіп тұрады дейді? Алланың ашуы түсіп тұрады дейді ол адамға. Алла тағала пендесіне күнә істеуді қаламайды. Пендесінің күнә істегенін жақсы көрмейді. Бірақ оған істеуге не береді? Мұрсат береді. Адам, мысалға, зина істеп жатыр адам.
Алла тағала ол екеуін жақсы көріп тұр ма? Ойнастық істеп жатқан кезде жақсы көріп тұрған жоқ. Бірақ оның қалауына сай әрекеттерін жаратып беріп жатыр. Әділ да Алла. Ертең мен сен екеуіңді қинаған жоқпын дейді. Өздерің істедіңдер. Мен қаламасам да сендер оны істедіңдер. Мен оған разы болмасам да деп айтайыншы, қаламаса ештеңе істей алмайды ғой. Разы болмасам да істедіңдер. Демек міне, енді жауап бересің. Ашуландырдым Алла тағаланы? Ашуландырды. Бұл біріншісі дейді. Күнәнің артынан келетін бірінші нәрсе. Екіншісі артынша келетін күнәнің. Бұл керісінше, ол жек көретінді қуандырды дейді Алла тағала. Шайтан, іблісті. Алла жек көретінді қуандырды дейді. Шайтанның несіне түсті ол? Шырмауына түсті ол. Шабака дейді ғой, торына түсті шайтан. Күнәні істеп жатқан кезде шайтан қуанады. Ең қатты қуанатыны не? Екі жастың ажырасуы. Екі жасты ажыратқан кезде олар бір-біріне тәжкигізеді дейді. Яғни ең мәртебелілері, іблістің ішіндегі ең жоғарғы мәртебеге ие болатындары, шен өсетіндері екі жасты ажырастырғандары. Және Аллаға серік қостырғандары. Дүниедегі ең ауыр күнәлар мысалға. Алла сақтасын. Демек, екінші күнәнің артындағы жасырынған сыр бұл Алланың ашуы түскенді қуандырады дейді. Лағнеттелгенді қуандырады. Ойламайсың ғой, мысалға да. Үшіншісі дейді, ол адам жайлап Алла тағала пенделері үшін дайындаған ең абзал жерден қашқақтайды дейді. Өз-өзін қашырады дейді. Табағаттың өз-өзін қашыру. Алла тағала пенделері үшін жаратқан ең әдемі жер не еді? Жәннат еді ғой. Содан өзін істеп жатыр дейді. Қашырып жатыр дейді. Күнәні істей берген сайын ол жәннатқа жақындамайды ғой адам. Алланың ашуына жақындай берген сайын жәннат бола ма? Жәннат Алланың қаһарында емес қой. Алланың разылығында ғой жәннат. Бұл нешінші? Үшіншісі. Төртіншісі керісінше дейді. Қарама қарсысына жақындай береді дейді. 3000 жыл бойы дайындалған отынға қарай жақындай береді. Ол тозақ әрине. Алла тағала одан сақтасын. Жайлап бұл күнә істеу арқылы Алланың ашуына тозаққа қарай жақындай береді дейді. Оның күнәлары тәубесіз жасалатын болса. Енді осы жерде пайғамбарымыздың керемет хадисі бар. Худжибатин нару бишахават дейді. Тозақ адамның көңілі қалаған нәрселермен көмкерілген дейді. Тозақ адамның көңілі қалаған. Көңіліңе қалаған, ойыңа келген күнәні жасай берсең, оның барып апаратын жалғыз остановкасы соңғы конечкі бар ғой. Ең соңғы тұрағы бұл не дейді? Тозақ. Көрдіңіз бе? Өйткені сен тыйым салынған нәрсенің барлығын көңіліңнің қалағандығы үшін істедің да. Тозақ адамның көңілі қалаған нәрселермен көмкерілген дейді. Ва хужибатил жаннату бил макари. Жәннат адамның көңілі қаламайтын нәрсемен көмкерілген дейді. Жәннат адамның көңілі қаламайтын нәрсе. Мысалға, әшейін мысалға да намаз оқудың өзі оңай шаруа емес қой. Дұрыс па? Адамның көңілі қатты қалай бермейді анау адамның оны. Бірақ кейде Құдайдан қорыққандығың үшін болса да қаза қылмайсың да. Махаббатпен бәрі оқиды деп жатсың ба? Жоқ, махаббатпен оқымау мүмкін. Бірақ Алланың қаһарынан қорқып, қаза болмас үшін оқу мүмкін. Көрдіңіз ба? Ұнай ма көңілге? Ұнамай. Достарың деген кайфовать етіп жатыр, жиналып алып бір жерде. Ішіп жатыр, шегіп жатыр, қыздар әкеліп жатыр. Казино, не бар тағы? Көп қой, күнәнің түрі деген қазір ілесіп үлгере алмайсың. Атауларына да істеп жатыр. Сен де барғың келіп жатыр, нәпсіңе ұнап жатыр да ол. Ләззат қой ол, ұнайды ғой адам нәпсіне. Бірақ сен өзің тоқтатып жатсың. Көңіліңнің қалауын не істеп жатсың? Тежеп жатсың, тоқтатып. Не үшін? Жәннат үшін. Көңілін тоқтатқан адам жәннатта деп жатыр. Көңіл қалауын тоқтатқан адам жәннатта. Пайғамбарымыздың хадисі осы екен айтылып жатқан. Демек, бұл нешіншісін айттым мен? Төртіншісін айттым. Бесіншісі дейді, күнәнің артынан келетін қатер бесіншісі. Ол дейді, адам негізі нені жақсы көреді? Ең бірінші. Енді бізде кім жақсы көресің ең бірінші деген кезде айта береді, дұрыс айтасың. Мына Қажекең машалла сіз оқымаған сияқтысыз ғой мына не? Құдай жақсы көрем, пайғамбар жақсы көрем, қойш деймін да, өйтіп айтпай қойш деймін да. Ондай ісқасы өтірік әңгіме болды деген. Құдай үшін, пайғамбар үшін істеп жатқан нәрсең бар ғой, нәпсің үшін істеп жатқаннан әлде қайда төмен ғой. Адам өзін жақсы көреді негізінде. Адам өзін бірінші орында. Жан тәтті деген сол осыдан шыққан. Адам өзін қатты жақсы көреді. Енді сол ең қатты жақсы көрген өзін дейді, күнә істеу арқылы ол қорлайды дейді.
өзінің алдында да адамдардың алдын. Күнә істеп жатқан адам адамға сүйкімді болып көрінбейді, естеріңізде болсын. Ол білмейді ғой деп істеп жүруі мүмкін, білмейді ғой деп. Бірақ Алла тағала ол адамнан адамдардың арасындағы сүйкімділікті алып тастайды дейді. Любой күнә, көралмаушылықты айтайық, күнә ма? Күнә дүние жаратылғандағы ең бірінші күнәлардың бірі көралмаушылық. Адам балалар Абыл мен Қабылдың жасаған жаңа бір-біріне несі. Дұрыс па? Көралмаушылық. Адамның ішіндегі от қой, ол лаулап жатқан. Кейде беті көрсетеді, кейде көрсетпейді, кейде тілі көрсетеді, көрсетпейді. Дұрыс па? Енді қараңыз. Ол адам басқалардың ішінде қор бола ма, болмай ма? Көре алмайтын адам көпшіліктің ішінде үнемі қор болып қалады дейді. Ол тілінен байқамай шығарып қояды дейді. Сол сөз арқылы үшін қор қылып қояды. Алла оны қор қылып қояды дейді. Көпшіліктің ішінде де біліп қояды, мынаның ішіндегі дертін, значит, кімді көре алмайды екен ғой бұл, деп өзің түйіп отырасың уже. Келесіде оған құрметің бола ма сенің? Болмайды. Өйткені ода ауру бар, көре алмаушылық деген. Зина істейтіндер, ешкім көрмейтін, ладно, сен снимать етіп істеп жатқан шығарсың. Зина істеп жатсың да, мысалы. Алла тағала зина істейтін қауымдардың жүзінен нұрын, өмірінен берекетті алып тастайды дейді. Постоянно берекетсіздікпен жүреді Алла. Тыныштық жоқ, ішінде бар ғой, жүректе тыныштық жоқ. Өйткені ол ешкімге көрсетпей істеп жатыр, бірақ Алла одан алып тастайды дейді оны. Көрдіңіз бе? И адамдардың ішінде оны постоянно қор қылып отырады дейді Алла тағала. Осындай нәрсе бар. Бұл сахабалардың сөздері айтылып жатқан. Көрдіңіздер ме? Демек ол бесіншісі күнә істеу арқылы өз нәпсісін не істейді дейді? Қор қыла береді дейді. Өзінің алдында және постоянно адамдардың алдында жиі қор болып тұрады дейді. Алла сақтасын ше, қиын нәрсе негізі. Адамның айыбын ашу, біреудің күнәсін ашу, күнә ма? Күнә. Егер біреудің айыбын ашатын болсаң, мысалға, көпшіліктің ішінде айыбын ашып жібердің. Қазір интернет арқылы ашады ғой адамның айыбын. Біреудің айыбын интернетке салып жібердің да, бәленбай миллион адам көрді оны. Енді сен күте бер дейді, жақын арада сенің айыбыңды миллион адам көретін дейді. Пайғамбарымыздың хадисіне сай. Өйткені Алла тағала қандай да бір қауымның айыбын ашса, бір кісінің айыбын, Алла оның айыбын міндетті түрде ашады дейді. Ол үйінде отырса да дейді пайғамбарымыз айтады. Сен үйде жатсың, интернетте сенің айыбың істеп жатыр, тарап жатыр да. Неге? Өйткені сен адамдардың айыбымен айналысқандығың үшін дейді. Шыққойтындар ғой жаңа. Өзің жыртығың білмейді, жұрттың тесігін көріп қоясың ғой. Осындай да айып деген нәрсе. Алла сақтасын. Кетті ма? Бұл бесіншісі болатын болса, алтыншысы ол күнә істеу арқылы өзінің нәпсісін ластады деген ғой. Бір нәрсені ұмытпаңыздар, бауырлар, күнә істейтін адамның іші ешқашан тыныштықта өмір сүрмейді. Қандай күнә болса да, Құдай қайтарды ғой одан. Ол соны істеп тұр ғой енді, қайтарылған нәрсені істеді ма? Оның іші ешқашан тыныштықта өмір сүрмейді. Үнемі күмәнмен жүреді. Өз-өзін ластады деген осы. Оның өмірінен кетіп қалады тыныштық деген нәрсе. Ұйқысынан кетіп қалады. Неге? Өйткені ол қайтарылған нәрсені істегендіктен. Mesela пара алып тыныш өмір сүремін деп ойлайсың ба? Қашан ұсталып кетеді екенмін деп өмір сүресің. Адамдарды қадап атсың, үй алып беремін деп тырс ақшаны жинап алып лақтырып кеттің. Енді қашан ұсталып қалады екенмін деп қорқумен өмір сүресің. Тыныштық жоқ, ешқандай. Адам өзінен тыныштықты күнә жасау арқылы алып тастайды дейді. Алла сақтасын. Мынадай нәрсенің бар екен көп адам білмейді бірақ. Ол солай ойлайды, значит мен ана уайым бәрі андайдан бол. Сенің уайымыңның, өміріңнің, жолыңның болмай жатқан өміріңнің берекетсіздікке толып кеткені сенің істеген күнәңнен болып жатыр ол. Қолдан жасағаныңнан болып жатыр. Қараңыздар. Енді қараңыздар. Бұл алтыншысы болатын болса, жетіншісі дейді. Ойба, жетіншісі. Мынаны вообще ойламаппыз енді қажы келе, қараңыздар. Ол дейді, өзінен бір сәтке ажырамайтындарды қинап қойды дейді. Кім о? Әне тапты. Екі жақтағы екі періштені қинап қойды дейді. Ол күнә істеп жатқан кезде ол жазылады ғой, білесіздер ме? Жазылады ғой. Аузыңнан уф десең уф, туф десең туф, бәрі жазылады ғой. Ол өзінен бір сәтке ажырамайтындарды зиянға ұшыратты деген сөзі, жақсылықтың періштесі бар ғой, жақсылық жазатын. Ол бірден жазады. Жамандықты жазатын періштесі күтеді екен ғой. Күттіріп қояды екен мынаусысы.
тәубе қылып қалуы мүмкін, тәубе қылып қалуы мүмкін, күте тұр, жазбай күте тұр деп анан күттіріп қояды дейді да. Соңында ол қиналып барып тәубе қылмағаннан кейін жазады дейді. Хадистерде келеді неше сағатқа дейін тұратындығы жайында. Бірнеше сағат бойы ол жазбайды, күнә істеген кезде бірден жазбайды ол. Иә, сауапты жазып қояды бірден. Көрдіңіздер ме? Сонда оны күтіп тұрады да, ақырында мынаны да қинайды жазба деген, анау да амал жоқ не істейді? Қиын болса да жазады дейді да. Осындай нәрсе бар екен. Субханалла. Бұл нешінші қажекелер? 7. 8-шісі дейді, өзінің сүйікті елшісін қабірінде қинады дейді. Ал осындайды білесіздер ме? Таң қалдым мен де естіп. Сөйтіп зерттеп қарасақ, кәдімгідей хадистер келген екен. Пайғамбарымыздан саллаллаху алейхи уассаламнан мінекей хадистер келген. Бірнеше бап келтірген. Бұған байланысты біз тек бер жағынан өтейік, өйткені бұл ақиданың мәселесі. Дейді, менің өмірім, пайғамбарымыз айтады саллаллаху алейхи уассалам, менің өмірім сендер үшін қайырлы дейді. Сендер мен жайында айтасыңдар, мен сендер жайында айтам дейді. Менің өмірім сендер үшін қайырлы, және менің өлімім де сендер үшін қайырлы дейді пайғамбарымыз айтады саллаллаху алейхи уассалам. Оның өмірі де шынымен де, өлімі де біз үммет үшін қайырлы, берекет о кісі. Ол өліп кетсе де берекет о кісі. Тоқтамайды берекет. Және дейді ғой ар жағында, сендердің амалдарың дейді, маған келтіріледі дейді, ана қарасаңызшы. Менің үмметімнің істеген амалдары маған қабіріме келтіріледі дейді. Және егер де мен одан ішінен амал келіп жатыр ғой хабарлар, солардың ішінен жақсыларын, үмметінің жақсылықтары жайында айтқанын естісем дейді, онда мен Раббыма мақтау айтам дейді. Қабірінде жатыр. Ал егер де мен олардың жамандығы жайында естісем дейді, онда Раббыма олар жайында истиғфар айтам дейді. Оларды кешіруін өтінем дейді Алладан дейді. Субханалла, қандай. Кәдімгідей бұл имам Базарда келген сахих риуаят дейді, қараңыздар. Сахих хадисте келген. Кейбіреулер оны әлсізге шығарған дейді. Бірақ бірнеше хадис келген екен, мына жерде бәрін оқып отыра алмаймыз енді. Бірақ түсінеміз не? Біздің жаман амалдарымыз жайында пайғамбарымызға жеткізілетіндігі жайында бар екен. Имам Абу-Лайс Самарқанди да соны келтіріп тұр ғой, сонда бірдеңен біліп тұр ғой кісіде. Бірдеңен біліп тұр емес, ол нәрсе көп нәрсені білген ғой кісі. Біз ғой білмейтін. Алла рахымын алсын, өте керемет ғалым ше, машалла. Нешіншісін айттым қажекелер? 8-ні. 9-шы дейді. Мына қараңыздар. 9-ы вообще паталық болып тұр мынау. Ашхада аля нафсихи лайла ва нахар дейді. Оның күнә істеп атқандығына дейді. Күндіз істесе күндіз дейді. Түнде істесе түн куәлікке өтеді дейді ғой. Тығылатын жер жоқ болды ғой үшін. Күндіз істесе күндіз куәлікке жүреді дейді. Оған қаншалықты қиын болса да дейді, оның күнә істеп атқандығы дейді. Түнде істесе түн куәлікке жүреді дейді. Бірақ күндізден гөрі түн күнәлардың ең көп таралатын уақыт екен. Аятта келгендей, мен шарри ма халақ деді ғой, Қул аузу би раббил фалақ, мен шарри ма халақ. Айт деді Мұхаммед, мен таңның Раббысына сыйынамын деп, неден? Бүкіл жаратқан нәрселердің кесірінен деді. Бүкіл деген сөз, бүкіл нәрсе кіріп кетті оның ішіне. Ештеңе қалған жоқ. Сөйтті де аятта қайтадан келді. Ва мин шарри ғасиқин ида вақаб деді ғой. Қараңғылық басқан сәтте түннің кесірінен деді. Бүкіл дегеннің ішінде түнде кірді ғой негізі. Бірақ қайттан келіп жатыр да түнше. Неге десе, түн күнәлар әлемі дейді өйткені. Түндегі күнә, түн ең көп күнәлар жасалынатын уақыт дейді. Сол ең көп жасалынатын сәтте соның жамандығынан сыйынамын деп айт дейді. Ана хадистегідей ғой, өміріңнен бір сұрайды, жастық шағыңнан бір сұрайды дейді ғой. Неге десе, жастық шағың сенің от кезең дейді, тау қопаратын дейді. Сол үшін қайтадан кеп жастық шақтан сұрайды дейді. Қарттықтан сұрайды деп айтқан жоқ пайғамбарымыз. Қарт кезде күнәң азаяды дейді. Ла хаула ва ла қувата илля билlah. Осындай нәрсе ойладық па? Ой, ешкім ойлаған жоқ, мен өзім ойлаған жоқ, мынадай нәрсе шығып кетеді деп ше, қараңыз. Тәсия 9 қоя бұл я? Ал 10-шысын қараңыздар. Ол дейді, адам күнә істеп дейді, бүкіл жаратылысқа қиянат жасады дейді. Хана деген қиянат жасады. Қалай қиянат жасады? Адамдарға да қиянат жасады дейді. Адам емес жәндіктерге де қиянат жасады дейді. Мен күнәмнің басқаға не қатысы бар?
Жәндікке вообще не қатысы бар? Мал жағы хайуандарға не қатысы бар? Десек, менің күнәм тікелей екеуіне де қатысы бар екен. Адамға да, адам еместерге. Адам жынысынан қалай десеңіздер, адам жынысынан болғандарға қиянаты дейді. Егер де сол күнәһар адам, күнәмен танылған адам бір істе куәлікке жүретін болса, оның куәлігі өтпейді дейді да, сол үшін ана адам кетіп қалады дейді жазаға дейді. Куәлігі алынбайтын адамдар бар шариғатта. Кімдер десе сол күнәні жасайтындар да. Енді ішіне кірмей қойық қазір, бірнеше топ адамдарды ренжітіп алайын деп өткен. Жалпы білу керек, күнәһар адам күнәмен пасық деп айтайық. Пасықтың сөзі куәлікке алынбай қалады. Өйткені ол постоянно алдайды да, ол қайсы сөздің шын екенін білмейсің оны. Сөйтеді де қасындағы досы, бұл істеген жоқ деп куәлікке жүрсе де, ана досына куәлігі жүрмей, ана досы кетеді дейді. Қазы үкім шығарады дейді оған. Ал енді қалған жәндіктерге не қатысы бар десек, соның себебінен күнә көбейгендіктен дейді да, Алла тағала көктен жаңбыр жаудырмай қояды дейді. Сөйтеді де бүкіл жәндіктің, хайуанның өлуіне тікелей соқсы себепші болады. Керек болатын болса. Бұл нешіншісі? 10-шісі екен, субханалла. Мінекей осындай 10 нәрсе бар. Адам бір күнә істеген кезде артынан келетін дейді. Қалай қажекелер? Енді күнәдан ешкім пәк емес, оны бірден айтайық. Бүкіл адамзат қателеседі. Пайғамбарымыз айтты саллаллаху алейхи ва саллям, егер адам қателеспейтін болса, Алла тағала ол қауымды жоқ қылып жібереді дейді. Сөйтеді де күнә жасап, кейін қателігіне тәубе қылатын адамдар жаратады деді Алла тағала. Барлығымыз қателесеміз, бірақ әдейі істемеуге тырысу керек та. Әдейі біліп тұрып, осознанно істемеуге тырысу керек та күнәні. Енді Алладан сұраймыз бізді, біздің отбасымызды, біздің ұрпақтарымызды, және бүкіл мұсылмандарды Алла бұндай бәлелерден сақтасын, күнәдан. Өйткені мына нәрсені ұмытпау керек. Сенің бір күнәдан сақталынуың, ол өзіңнің мықтылығыңнан емес дейді да, ол Алланың сені сақтауымен болып жатыр дейді. Дәл сол сияқты сенің бір жақсылықты істеуің, ол сенің кереметтілігіңнен емес дейді. Абдулла ибн Масғуд айтады радиаллаху анху. Алла тағала саған сол істе сәттілік беруімен болып жатыр дейді да. Екеуі де Алладан болып жатыр да. Алла сақтаса бізді сақтады. Осылар қызығы қалай ғана не қылады? Сен қалай неге ұстап күтігесің сен ше? Қойшы деп оларға не қылма дейді, тиісе берме дейді. Алла сені сақтасын деп сыртынан дұға қыл. Өйткені сені Алла одан сақтап қойған дейді. Сені сақтай алмаса, онда сен де соның біреуі боласың дейді. Қоғамда күнә көп қажекелер. Істелініп жатқан күнә өте көп қоғамда. Бұл қияметтің белгілері. Жердің беті кәдімгідей ластануы бұл қияметтің белгілері. Енді адамдардың барлығы күнә істейді екен деп, бірақ оларға ілесіп күнә істеу бұл ақылды адамның тірлігі емес. Әркім өзіне жауап береді. Аналар да істеп жатыр ғой, мен де істей беремін. Жоқ. Әркім бір өзі Алланың алдына тыржалаңаш жауап береді. Сондықтан біз біреу үшін күнәсін арқаламайды да, біреу үшін жауап бермейді да. Сол үшін істеу керек қажекелер, Алладан көп сұрау керек екен да, бізді Алла күнәдан сақтасын. Міне имам Абу-Лайс Самарқанди осылай күнәнің артынан келетін 10 апат туралы біздерге, айып туралы айтқан екен. Алла разы болсын, тыңдағандарыңызға пайдалы болды деп ойлаймын қажекелер. Иншалла. Жаттап алайық, жазып Құда қаласа. Көрермендерге де айтарымыз, жазып жаттап алыңыздар. Күнәні күліп істесең, тозаққа жылап кіресің деген осы. Аманшылық болсын. Ассаламу алейкум рахматуллах.